Саламатсыздар ма білімгерлер? Әдеби өлкетану курсы бойынша кезекті тақырыбымыз ақын Ұлбике Жанкелдіқызына арналады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ақынның өмірі мен шығармашылығына шолу жасай отырып, тіліміз бен әдебиетімізге деген құрметімізді арттыру және адамгершілік қасиетіміз бен рухани дүниемізді байыта түсу. Ұлбике Жанкелдіқызы 1825 жылы Сырдария ауданы Қызылорда облысында дүниеге келген. Кейінірек сол елдің Есмұрза деген ауызы дуалы бір биі әулетін бастап әулиеата маңына көшіп келеді. Яғни осы кезеңнен бастап Ұлбикенің ақындығы айрықша қарқын алып, жұрт мойындаған көшелі ақындармен айтыстың додасына түсе бастайды. Ұлбикенің бойындағы туа біткен ақындық дарынының ертерек ұшталуына әкесі Жанкелді мен анасы Жаңылдықтың ықпалы айрықша болған дейді. Бұл жөнінде Ұлбикенің өзі былай дейді: «Әке сөзін жасымнан жаттап алғам, тал бойыма жинақтап хаттап алғам, жеке шығып бәйгеден тұлпардай болып өлеңімді әніммен баптап алғам. Моншағымның әр тасы бір өлеңді, бесігінде үйренген мен өлеңді, балапандай кезінде қайран шешем тал бойыма дартқан күллі өлеңді». Ұлбике ақын 12-13 жасының өзінде айтар ойын ұрымтал өлеңмен жеткізіп, ұтқыр сөздері төңірегін тәнті етіп, атақ даңқы ауыл арасынан әрге жайыла бастайды. Әке шаңырағында бұла болып өскен қыз өз ортасындағы оқу білімді игерген, көзі қарақты жан болғанға ұқсайды. Айналасындағы Күдері қожа, Майлы қожа, Таспа қожа, Серәлі қожа, Жанкент ақын сияқты сол кездің сөз ұстағандарының талайы Ұлбикемен айтыста тауы шағылып қалады екен. Ұлбикенің ақындық тегеурініне, тапқырлық шалымына жан баласы шыдамайтын көрінеді. Бұл жөнінде сөз асылын терген әйгілі мәшһүр Жүсіп Көпеев былай дейді: «Қайым өлеңнің басын Күдері қожа мен Ұлбике айтысқан. Бұл екеуінен бұрын қайым өлең де жоқ, айтыс та жоқ. Бұрынғылардікі мақал, тақпақ. Күдері қожа Албырт бозбала күнінде Ұлбикемен айтысамын дегенде Күдерінің әкесі Еркөшек: «Бала, Ұлбикемен айтысамын десең Бұхарға барып 3 жыл оқып кел, әйтпесе онымен сен айтысуға жарамайсың» деген екен. Көпеевтің бұл дерегінде Ұлбикенің алдына қара түсірмес дүлдүл ақын екені аңғарылып қана қоймай, сонымен бірге қазақтың сөз өнерінде ақындық айтыстың негізін салушы, орнықтырушы ақын ретінде дараланады. Ұлбике ойы ұшқыр, өлеңі сұлу, кісілік парасаты өрелі ақын. Бірде Майлықожа ақын Ұлбикеге әзілдеп: «Түсімде алтын зеренге қымыз құйып отыр екенсің» депті. Сонда Ұлбике іркілместен былай деген екен: «Басыма салып жүрмін желегімді, 3-4 жыл біле алмадым дерегімді. Мүттәні теріс оған зәлім қожа, тауып бер көнегіммен зереңімді». Ұлбике бұл сияқты ұтқыр уәждердің небір тамаша үлгілерін жүрген жерлерінде маржандай шашып отырған. Сол мол мұрадан бүгінгі ұрпаққа жеткені мың шумақтай өлең. Бұл 20-ға тарта айтыстары мен санаулы ғана көңіл күй толғаулары. Ұлбикенің асыл мұрасын жинауға мәшһүр Жүсіп Көпеев, Әубәкір Диваев, Василий Радлов сияқты әлгілі фольклор жинаушылар айрықша ыждахатпен ден қойған. Бұдан 120 жылдай бұрын жанды бетіне қаратпаған ақын болып, қазақтан Ұлбике деген қыз шығыпты деп жазады өзінің еңбектерінде Әубәкір Диваев. Әйтсе де Ұлбикенің ғұмыры қызғалдақтай келте болды. Тәңірі шебер оны ақындық өнерпаздығына қоса хор қызындай көрікті етіп жаратқан. Оны ақындар таңдайында өлеңнің ұясы бар, немесе тілі шешен, жүзі көркем деп өлеңдеріне қосқан екен. Алайда біркем дүние деген емес пе? Ұлбикенің күйеуі Байтан өнердің парқын білмейтін ұрдашы қызғаншақ адам болып кездескен. Ұлбике нағыз кемеліне келіп ақын ретінде төңірегін тәнтете бастаған шағында тентек күйеуінің қолынан мерт болған. Қазақ айтыс өнерінің тарихында өз орнын айқындаған, өз мектебін айшықтаған, ең бастысы өзіндік ақындық қолтаңбасымен жарқырап көзге түскен Ұлбике Жанкелдіқызының сөз өнеріндегі қайталанбас кестесі киелі әдебиетіміздің асыл қазынасы болып қала бермек.
Қазіргі кезде біздің Ұлбике апамызға Қаратау қаласында ескерткіш орнатылған, және біздің Тараз қаламызда Баласағұн мәдениет үйінен төмен қарай ұзына бойы созылып жатқан көше осы Ұлбике апамыздың атында. Сабағымыздың соңында Күләш Ахметованың Ұлбикенің монологы атты өлеңін оқып берейін. Неге үзілді тіршілік, неге тынды, неге көрмей барамын көретінді, ақын өлсе тарихта бұған дейін аурумен намыстан өлетінді. Бақыттың да баянсыз жөн тұрағы, бәлкім анам он құлап он тұрады. Қандай адам жырымды жалғастырып, қай қазына орнымды толтырады. Жолы ауыр ақынның мұратының, мен кетермін, алармын сірә тыным. Қаларсыңдар мойындап тіршіліктің, зұлымдық пен пәктіктен тұратынын. Олай болса білімгерлер, бүгінгі ақын Ұлбике Жанкелдіқызына арналған сабағымыз соңына жетті. Яғни рухани жаңғырудың бастауы мәдениет пен өнер десек, сол сөз өнері өнердің ең алды болып табылады. Адамзаттың асыл қасиеті сөз өнерін осылай деп бағалайтын болсақ, сөздің асылы мен жауһарының алтын қазынасы саналатын айтыс ақындарының шығармашылық жәдігерлері біз үшін таптырмас құнды дүние болып қалмақ.